Қайырлы күн, білімді бол дәрігер каналының оқырмандары. Сіздермен бүгін біз митохондрия туралы талқылаймыз. Яғни митохондрия бұл жасуша ішілік органелла, соның қызметін, құрылымын талқылайтын боламыз. Жалпы митохондрияны біз атауға болады. Бұл бізде яғни генератор энергия, яғни энергия түзуші. Ол энергияны қалай түзеді? Митохондрияда екі негізгі, жалпы митохондрияда энергия түзілу процестері жүреді. Соның бірі кребс циклі, майлардың, яғни жоғары май қышқылдарының бета тотығуы жүреді. Осы митохондрияның енді қызметіне келетін болсақ, митохондрия жалпы сыртынан осындай бір тегіс мембранамен қапталады. Тегіс мембранасы бол, және ішінде тағы бір мембранасы бар. Ол кедір-бұдырлы мембрана. Ол бізде криста деп аталады. Осы екі мембранасының арасында мембрана аралық кеңістік болады. Біріншісі бұл тегіс мембрана. Екіншісі бізде криста. Ал осы екі мембрананың аралығында мембрана аралық кеңістік бар. Осы мембрана аралық кеңістікте осы митохондрияның ішінде түзілетін АТФ, осы мембраналық кеңістік арқылы сыртқа қарай тасымалданады. Және бұл жақтан сырттан ішке қарай заттар енеді. Оның бірі жаңағы су, оттегі, глюкоза деген сияқты. Енді осы криста болады, оның ішінде матрикс жатады. Бұл матрикс бізде гель тәрізді сұйықтық болады. Осы матрикстің ішінде бізде не жүреді? Бізде кребс цикл жүреді. Және жоғары май қышқылдарының бета тотығуы. Бұл екі негізгі процесс, біз айтамыз, оны алдағы сабақтарда айтамыз, бірақ негізінен бұл екі процесс арқылы көп энергия түзіледі. Например, кребс циклында бір айналған нәтижесінде 12 АТФ түзіледі да, ол 12 АТФ, мысал ретінде біз бір рет көзімізді жұмып ашқанның өзінде сол 12 АТФ бізде кетіп қалады. Осының барлығын қамтамасыз етіп отыратын митохондрия. Митохондрия, яғни бізде жасуша болады, жасушаның ішіндегі барлық органеллалардың қызметі үшін, жалпы ағзаның барлық қызметі үшін энергияны АТФ-ті түзіп отырады. Енді митохондрия, бізде митохондрияда айттық, екі түрлі мембрана бар, матриксы болады, АТФ болады. Енді митохондрияның ішінде, жалпы нақты мембрана аралығында бізде АТФ синтаза деген фермент болады. АТФ синтаза. Бұл фермент не істейді? Бұл фермент АДФ-ті АТФ-ке айналдырады, яғни фосфат тобын қосып бере алады. Мысал ретінде аденин динуклеотид, және аденин динуклеотид фосфат, бұл бізге фосфат тобымен қосылады да, ол аденин 3 фосфатқа айналады, яғни АТФ. Енді митохондрия сонымен қатар митохондрияның ішінде бізде осы матриксте кребс циклі жұмықы бета тотығуы болады. Одан бөлек оның ішінде рибосомалар болады. Оның ішінде жаңа белок синтездеуші рибосомалар кездеседі. Жалпы организмдегі 100% белок синтезделеді дейтін болсақ, оның 95% бізде цитоплазмадағы рибосомаларды синтезделетін болса, оның тек 5% ғана бізде осы митохондрияның ішінде синтезделеді екен, рибосомаларында. Енді митохондрияның ішінде бізде шаперон деген құрылым бар. Шаперондарды айтады бізде бұл температуралық белоктар дейді. Неліктен? Себебі жаңа температура болған кезде белоктар біз білеміз дегидратацияланып кетеді, яғни дегенерацияланып кетеді. Себебі жаңағы ыстықтың нәтижесінде белоктар өзінің құрылымын өзгертеді да, сол өзгерген белоктар бұл организмге әлі керек. Сондықтан осы митохондрияның ішінде шаперон деген құрылым бірліктері бар, яғни белоктар. Бұл шаперондар жаңағы келген белоктарды, құрылымы өзгерген белоктарды немесе құрылымы әлі пайда болмаған белоктарға құрылым береді, олардың пішінін сақтап береді, немесе бұзылған белоктарды қайта жасап беруге қатысады. Яғни кез келген белоктың мысал ретінде, кез келген белоктың бетінде бізде рецептор болады. Бұл рецепторды танитын
мембрана, яғни біз мембрана дейміз, митохондрияның мембранасының сыртында да рецептор болады. Белок келген кезде бұл рецептор мен рецептор байланысады, то есть сигнал келеді, пептидтік сигнал, онымен байланысады. Нәтижесінде амфифилдік оралма пайда болады. Амфифилдік оралма пайда болады да, бұл жаңағы белок ішке кіреді, шаперондармен байланысады. Шаперондар оларға қызмет береді, оларға пішін береді, олардың қайтадан жаңағыдай регенерациялаушы әсер көрсетеді. Сонымен қатар бізде митохондрияда ДНК бар. Бұл оны біз митохондриялық ДНК деп атаймыз. Митохондриялық ДНК. Жалпы ДНК-ны біз айттық, бұл ядроның ішінде болады. Сонымен қатар митохондрияда ДНК болады, сондықтан жаңағыдай генетикалық аурулар дейді, сонымен қатар митохондриялық аурулар деген болады, және де бізде ферменттік аурулар деген болады. Ферменттік ауруларды келесі органеллар айтқан кезде айтатын боламыз.